Менде бір болса, бір деп айтпаймын. Мен Асқар менде 10 болып есептеп, қазір балаларым бір шаңырақтың иесі болып отыр. Мен енді 5-ші класста кішкентай кезінде алдым. Өз мектеп істегенде 11-ші класста таудай қылып шығардым. Нағима мен біздің еңбегімізді аттап, міне мықты бір жерде қызмет істеп отыр. Өте қуаныштымын. Осындай Нағима мамаға той жасап беріп отырғаныма Асқар өте қуаныштымын жаным. Енді Нағима осы балаларды қалай ер жеткізген ойымызда бар, көз алдымызда. Осы кішкентайымда құшақта жетектеп, заманы қиын кезінде кетіп қалдым. Енді алдында күтіп тұрған ішінде болған жоқ, шынына керек. Бәрі артта қалды. Енді осы уақытша осы балалар үшін өмір сүрдім, енді арқадай өзім өмір сүріп, 100-ге келіп қызығын көр, осы Әсет пен Асқардың қызығын көру ғой. 100-ге келіп. Тек қана қуанышқа жиналды. Асқарға айта кеттім ғой, бір несі біздің мектепте үздік аттестатпен бітірген. Біздің мектептің мақтанышқа ең бірінші келіп ол болған. Бәрекелді. Асқардың класс жетекшісі болдыңыз ғой, ұстаз болу ол жүректің батылдығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу өзінің уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау деп айтып жатады. Сол ұстаздық қызметіңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Орамал жабамыз және тағы бір сыйлық бола ма? Біздің ұстаз апайымызға бір сыйлық беріңіздерші. Жақсы бір көзге көрінетін. Маған қарай бере салыңыз, мен бере саламын. Мынау сізге шай күнгі тойда, құтты болсын. Және ән салған апатайым бар. Апатайыма тағы бір сыйлық. Әсеке, ән салған қонақтардың еңбегі бағалану керек. Мынау сізге өлеңмен жеткізсеңіздер тілектеріңізді, ән салсаңыздар, жақсылап билесеңіздер, тамаша сый сияпатыңыз бар. Ал енді қымбатты ағайынымыз, Құда жекжат, алакөлдіктер, бүгінгі біздің мерейтойымызға қош келдіңіздер. Ал енді айтып кетпеске болмайды. Біздің Нағиманы айта кетсек, бұл батыр ана. Слепой Алматыға көшіп кетті ғой. Міне Шолпан екеуміз жылап мені тастап кетті. Кетпешілеп 2 ай жалындым ғой, жоқ кетті. Жаман болған жоқ. Алматыға келіп, алматылық болып, міне тура орнын теуіп, орнын тапты. Қарғарасын жеткізді. Мен батыл айта аламын. Асқар, мамаң осы екеуіңді қалай жеткізгені біздің көз алдымызда. Жандарым сол сендерге көзімен ағымен қарасын, екі қарғасын жеткізіп, оқытып, жоқтып, немере сүйіп отыр. Тәуба, көп көрмесін, ал деп айтпаймын, немерелер көбей берсін. Міне, осы екі қарғама, келін балаларға рахмет. Өстіп мамалардың тойын, мерей тойын жасатқан. Енді тойын той қыласа берсін. Осы қарғалардың рахатын көр, немерелердің қызығын көр. Немере сүйген алсын чөбелесі, чөбеледе чөпшексі. Бәріміз осы қызығымызге бірге бөлісіп жүре берейік. Біз міне өзіміз жаңағы класстас демейміз, туыстай болып кеттік. Неше күн болды осы туған күнімізді тойлап, 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап жатырмыз. Жаның сол. Денің сау болсын, қажыма, қартайма. Өстіп арамызда ойнап күліп жабыс болып жүре бер. Ақылшы болып бізге. Менен бір күн үйден, правда. Сондықтан бір сағат болса да сен менің жақын әркемдерді айтсам да болады. Екемізді анамыз жаңағы бір жерде екемізді ауыздандырды. Менің шешем. Содан менің шешеме тап кеткен бұл кісі. Ады-онды сондай керемет. Алға шыққан адам. Жаңына осы ретіңмен қайтпа. Жемісін көр. Осы бала шағаңның өзіңнің жемісіңді көріп жүре бер. Ағырай кластастарға берейік. Нәмәншікке. Нағима, міне екі қанатың, Асқар мен Әсеттің келіндерінің алтындай жібек пен қарлығаш немерелерің үлкен той жасап отыр. Міне рахмет балаларға. Ата-анаң сыйлаған деген осы, ананың бақытты балалары. Міне өзі мектепте де сондай жарқырап жайнап жүретін балаларының немерелерінің арқасында міне 60-та келді деп кім айтады? Өстіп еңбегің жансын дейін, өзің медаль алып деп естіп жатырмыз. Құтты болсын, еңбегің жемісті болсын бала шағаңның, немереңнің қызығын көріп, жарқырап жайнап жүр әрқашан. Бақытты бол. Ана бақытын тілейміз саған.
Ал енді мен көп сөйлемей қояйын, әрі қысқары нұсқа. Краска сестра таланты дегендей, Жаннебір Жасыликтер айтуда нағыма, екі балаңды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға соқтырмай өсірдің, жеткіздің, енді қалған өмірде саған келген тек қана әйел бақытың. Әйел бақытының ішінде әр адам өзінің бір арманы болады. Қанша жасқа жетсін, сол армандарын орындала берсін, немере сүйіп жатсың, шөбере сүйіп, бар жақсылық тілеймін. Содан кейін бір айта кетедім, қазақта айтады ғой, аманатқа қиянат жасамау керек деп. Астанадан Бақытхан Башырбекова деген кластасымыз маған бір сыйлығын беріп жіберді, соны Нағимаға табыстаймын. Бақытхан. Мен өзімнің жеке атымнан бір қобдиша сыйлай деп едім. Ертең қартайғанда 70-ге толасың ба, 80-ге толасың ба, пенсияға шығып жатып, әй, арна, арайлым, ару, айым, келіңдер, мына бриллианттарымды, алтындарын, күмістерін сендерге таратайын деп, осы қобдишаның іші толы болсын саған. Арман ауылын алтауды бір-ақ орындан деген. Таласпай, оператор. Біздің кластасымыз таласпай енді, ер азаматымыз, біздің кластастар көп енді қазір кішкене жұмыс бар, қыстың көзі қырауда берде алыстағы кластастарымыз келе алмады, бірақ бәрі ниеттес болып, бәрі Нағиманы жақсы көреді. Нағиманың бір ерекшелігін айтамын, мен бірінші келгенде 9-шы класста Нағиманы көргенде ойладым. Әлгі бір ән бар ғой, ахау керім бұраң белі